Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасы шариғат және пәтуа бөлімі уколдың оразаның бұзылуына қаншалықты қатысы барын айтты деп хабарлайды Стан KZ ақпарат агенттігі. Шариғат бойынша табиғи жол, яғни ауыз, мұрын, тікшек арқылы ішке кірген нәрсе оразаны бұзады, ал дене арқылы кірген нәрсе оразаны бұзбайды. Бұған терідегі ұсақ тесіктер арқылы май секілді заттың ішке кіруі оразаны бұзбайды деген пәтуа дәлел. Көктамыр арқылы укол салу мәселесіне келгенде ғалымдардың пікірі екіге айырылады. Көптеген ғалымдар тамыр арқылы салынған укол денеге қуат немесе азық болмаса, ораза бұзылмайды деген пікірді ұстанады. Осыған орай, емделу және аурудың алдын алу мақсатында денеге, яғни тері астына, бұлшық етке, жамбасқа, көк тамырға ине шаншып, ішке ас судың орнын баспайтын пенициллин, инсулин, екпе, дененің белсенділігін арттыратын, ауырсынуды басатын, денені мұздататын, дене қызуын кемітетін дәрілер мен дәрумендерді қолдану оразаны бұзбайды делінген. Осы орайда ораза ұстаған жанның алдымен дәрігерден уколдың қандай дәрі екені сұрауы шарт. Егер ораза кезінде укол салу аса қажет болмаса, оны ауыз ашқаннан кейін немесе Рамазан айынан басқа уақытта салдырған абзал.